Жамбыл облысы Шу ауданы. Саламатсыздар ма, оқушылар? Сабақтың тақырыбы шолушы сарбаз. Сабақтың мақсаты қарсыласты дер кезінде байқауды және жергілікті жерде барлау үшін барлау жүргізетін немесе өзінің басты күштерінен алыста басқа тапсырмаларды орындайтын бөлімшеден шолу құрамдарын жасақтауға үйрету. Оқушылар нені білуі тиіс? Бірінші, шолушы болып тағайындалған сарбаздың әрекеттерін. Екінші, шолушылардың қозғалысын, жергілікті жерде және заттарды шолуын. Оқушылар нені үйренуі тиіс? Бақылау нәтижелері туралы мәлімдеме беруді. Шолушылар жергілікті заттарға алдымен алыстан қарайды. Қарсыластың жоқтығына көз жеткізген соң оған жақындайды. Жергілікті елді мекендеу, қарау, алыстан, оның шетінен жүргізіледі. Қарсылас жайғасуы, атыс құралдарын сақтау, бақылау жүргізу мүмкін болған жерлерге бөлек тұрған құрылыс, тас ғимараттар, ауыл шетіндегі қалың шөп, өскен немесе ағаш отырғызылған аймақтар ерекше көңіл бөлінеді. Орманды қарау, оның шетінен басталады. Қарсыластың бар жоқтығын барлау, белгілеріне қарап анықтау қажет. Жаңа сынған бұтақтар, иілген ағаштар, от түтін, газеттердің жыртықтары және тағы басқа жатады. Тауларда шолушылар жолмен, соқпақтармен немесе аңғарларда жүріп мұқият қарап шығады. Тау жоталарын шолғанда қырқаларға шықпау қажет. Оны айналып өтеді, немесе ылдиларда тұрып қарайды.